Әртүрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Қызылжар өңірі Сасықкөл жағасында Әбілмағжан атты ұл саудагердің шаңырағында дүниеге келеді. Атасы Жұмабай қажы оны Мағжан деп еркелетіп, сол өңірдегі зиялы молдаларды оқытады. Есейе келе Мағжан медреседе оқуын жалғастырып, Фирдауси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс мәдениетінің жауһарларымен танысады. 15 жасында қазақ ғұламасы Абайдың шығармашылығына тәнті болып, атақты ақын сөзі алтын хакім Абайға деп өлең жазады. Тіпті сол жылдары Уфадағы атақты Ғалия медресесінде бірер жыл оқып, сол жерде ұлттық түркілік болмысын қалыптастырады. Алайда Мағжанның оқу мәселесінде қиындықтар туындайды. Болыстық жолға түспей, әлеуметке бет бұрған ұлына әкесі көмектесуден бас тартады. Өз көзқарасынан айнымаған Мағжан Омбыдағы мұғалімдер семинариясын бітіріп, небәрі 19 жасында Шолпан атты алғашқы өлеңдер жинағын шығарады. Мағжан қазақ даласында болып жатқан саяси жағдайларға белсене араласып, Балапан, Шолпан, Сана, Ақ мола туы, Қазақ газеті секілді газет-журналдарда қызмет атқарады. Мектеп оқушыларына, мұғалімдерге арнап педагогика, бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөнінде еңбектерін жариялайды. Кейін Мәскеуде жоғары әдебиет көркемөнер институтын оқып бітіреді. Ол жерде орыс, Еуропа әдебиетін зерттеп, орыстың мәдениет қайраткерлерімен достық қарым-қатынаста болады. Михаил Лермонтов, Александр Блок, Максим Горький шығармаларын, Иоганн Гете мен Генрих Гейне поэмаларын қазақ тіліне аударған. Университетте шығыс тілдері бойынша сабақ береді. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы секілді қайраткерлермен байланыс орнатып, алаш идеясын қолдады. Сол кезеңнен бастап Мағжанның шығармалары орынсыз сынға ұшырап, оның жырларын теріске шығаратын қаулы қабылданды. Оның шығармашылық одақ құрсам деген арманы сәтсіздікке ұшырап, жасырын ұйым құрған үшін деген жалған айыптаумен 10 жыл Мәскеуге абақты қайдалады. Орыс қайраткерлері Максим Горький мен Пешкованың араласуымен Мағжан мерзімінен бұрын бостандыққа шығады. Алайда бір жыл өтпестен халық жауы деген жала жабылып, Мағжанның шығармалары дүкендер мен кітапхана сөрелерінен алынып, еңбектері түгелдей өртеледі. Қазіргі уақытта Мағжан Жұмабаев толықтай ақталып, ұлт болашағы үшін құрбан болған боздақтардың қатарынан табылды. Оның шығармашылығы қайта зерттеліп, білім және мәдени ошақтар, көшелер мен елді мекендер ақынның есімімен аталған. Ақынды құрмет тұтатын Түркия елі 2018 жылды Мағжан жылы деп жариялап, оның өлеңдерін түрік тіліне аударып, жинақ қылып шығарды. Қазақ поэзиясының дүлдүлі, көрнекті қайраткер, ұлт мақтанышы Мағжан Жұмабаев ел есінен ешқашан өшпейді.